Қымбатты оқушы, біз өзіңмен бірыңғай мүше деп аталатын сабағымызды бастаймыз. Бірыңғай мүшелер дегеніміз кемінде 2 сөзден немесе одан да көп сөздерден құралып, бір ғана сұраққа жауап беретін, бірдей сөйлем мүшесі болатын, сұрақтары мен қызметтері ортақ болатын арнаулы мүшелерді, сөйлем мүшелерін айтады екенбіз. Бірыңғай мүшелер деп. Бірыңғай мүшелер бірыңғай бастауыш та болады, баяндауыш та болады, бірыңғай анықтауыш та болады, бірыңғай толықтауыш та болады, бірыңғай пысықтауыш та болады. Бірыңғай мүшелердің бір ерекшелігі арасында жалғаулық шылауларды қосып айтуға да болады, немесе ешбір жалғаулық шылаусыз, жай ұласпалы тиянақсыз интонациялар арқылы да байланысады екен. Міне осындай жағдайларда арасында үтір қойылады. Үтір негізгі бұның бірыңғай мүшелердің тыныс белгісі үтір арқылы ажыратылатыны. Мысалы, ән мен жыр қазақтың ажырамас бір бөлігі. Бұл жерде үтір жоқ. Неліктен? Себебі мен деген жалғаулық шылау тұр. Ал егер менді алып тастасақ, ән, жыр қазақтың ажырамас бір бөлігі десек, ол кезде үтір қоямыз. Демек сонда мына 2 сөз әрқайсысына жеке-жеке сұрақ қойылмайды. 2 сөз қосылып, бір ғана сұрақ қойылады. Не деген? Және бір ғана сөйлем мүшесі бастауыш болып тұр. Демек бұл бірыңғай бастауыш. Мысал үшін, әсел, әмір, берік, барлығы 11 сыныпта оқиды десек, әсел, әмір, берік деген үшеуі қосылып, бірыңғай бастауыш болып тұр. Міне бұл жерде араларына үтір қойылады. Себебі оның арасында жалғаулық шылау жоқ. Міне бірыңғай баяндауыш болатын жер. Адам адамға дос, жолдас, бауыр. Міне дос, жолдас, бауыр деген 3 сөз бірыңғай баяндауыш болып тұр. Кім деген сұраққа жауап беретін жерде. Адам адамға кім? Дос, жолдас, бауыр. Міне бұның арасына да үтір қойылады. Себебі бұлардың арасында жалғаулық шылаулар жоқ. Мінеки, сен оқуды, еңбекті өзіңе серік ет. Мына жерде қандай сөйлем мүшесі? Ойланып көрші өзіңмен бірге. Міне мынау тура толықтауыш. Табыс септігінде тұр. Және бір емес 2 сөз бірдей толықтауыш болып тұр. Міне бұл арасына үтір қойылып тұр, бірыңғай толықтауыш. Бірақ екеуіне бір ғана сұрақ қоямыз. Нені серік ет? Оқуды, еңбекті серік ет. Міне бұл бірыңғай толықтауыш екен. Дауысы ащы да қатал, кекті де зілді шығады. Қара, ащы, қатал, зілді, кекті деген 4 сөз қосылып, бірыңғай пысықтауыш болып тұр. Ол 4-еуіне бір ғана сұрақ қоямыз. Қалай деген сұрақ қоямыз. Ал енді осының арасында да деген ыңғайластық жалғаулық бар. Жалғаулық шылау болған жағдайда да дауысы мына жерге қойылмайды. Ащы да қатал. Егер әрі қарай тағы жалғастырсақ, зілді де кекті десек, сол кезде қойылады екен. Әрі қарай, ол бірде қатал, бірде жұмсақ, бірде шешен, бірде сараң сөзді жан дегенде, мінекей бұл бірыңғай анықтауыш. Қандай адам? Бірде жұмсақ, бірде қатал, бірде шешен, бірде сараң сөзді. Міне 4 сөз бірдей қосылып, бірыңғай анықтауыш қызметін атқарып тұр екен. Бірыңғай мүшелер соныменен тағда айтайын, қызметі мен сұраулары ортақ болып, бірдей қызмет атқаратын, кемінде 2 немесе 3 сөзден, одан да көп сөзден құралатын сөйлем мүшелерін, сөйлемнің бірыңғай мүшелері дейді екенбіз. Бірыңғай мүшелер бір-бірімен 2 түрлі жолмен байланысады. Біреуі ұласпалы интонация арқылы, яғни арасына мінеке ештеңе жоқ, жай ғана үтір арқылы. Ал екіншісі жалғаулық шылаулар арқылы. Жалғаулық шылауларды мен шылауды өткенде өзіңе жақсы түсіндіргенмін. Мына жерде ән мен жыр, мына жерде ыңғайластық жалғаулық шылау. Мына жерде ащы да қатал дегенде мынау да ыңғайластық жалғаулық. Ал енді бірде қатал, бірде жұмсақ, мынау кезектестік жалғаулық. Ал кейде қарсыластық жалғаулық та бар. Мысалы, мен сабақта қаталмын, бірақ жақсы түсіндіремін. Қатал, бірақ жақсы деген сөз сабақты
қатал, бірақ жақсы түсіндіремін деп айтатын болсақ, осы жерде бірақ деген қарсылықты жалғаулық болып отыр. Қалай түсіндірем? Бұл жерде бірыңғай пысықтауыш болып отыр. Демек, жалғаулық шылаулар, бұл жерде талғаулы жалғаулық та болады. Сен келерсің, яки келмессің. Келерсің, яки келмессің деген бірыңғай баяндауыш болып тұр. Талғаулы жалғаулық арқылы байланысып тұр. Міне, кейде талғаулықты, кейде кезектестік, кейде ыңғайластық, кейде қарсыластық жалғаулық шылаулар арқылы да бірыңғай мүшелер бір-бірімен байланысады екен.